Сәлеметсіздер ме, мен Мадина. Бүгін біз ағылшын тілі алфавитіне шолу жасап, сонымен қоса дұрыс оқылу ережелерімен танысамыз. Ең алдымен алфавитке бір шолу жасайық. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bir rет қайталап жіберейік. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Байқасаңыз, ағылшын тіліндегі алфавит қазақ тілінің алфавитінен сәл өзгешелеу. Қазақ тілінде әріптің атауы қалай болса, алфавитте де солай оқылады. Алайда ағылшын тілінде алфавитта әріптің өз атауы бар, сонымен қоса ол сөзде басқалай оқылуы мүмкін. Келесі біз дифтонгтармен танысамыз. Дифтонг дегеніміз не? Ол екі дауысты әріптің бір дыбыстың беруін айтамыз. Келесі ол мына сөзді оқыңызшы. Барлығы біледі, кейбіреулеріңіз тия деп оқуыңыз мүмкін, кейбіреулеріңіз жаттаған соң ти деп оқылуы мүмкін. Дұрыс оқылуы ол ти. Мынандай ереже бар екен. И және и әріпі бізге и деген дыбыс береді екен. Мит. Және келесі се емес си болады. Өйткені и және и деген дыбыс и деген дыбысты береді екен. Келесі мына сөзді оқыңыздаршы. Мен сезіп тұрмын, біреулеріңіз оны лоу деп оқып тұрсыздар. Мынандай ереже бар екен. O және W әріпі қосылып, ау деген дыбыс береді екен. Сол себепті бұл жерде дұрыс оқылуы лау болады, төмен. Лау. Мысалы, сиыр, кау болады. Кау. Түсінікті. Келесі ереже ол көпшілігімізге белгілі ереже. Көпшілігіміз бәлкім таныспыз. Ол екі о әріпі қосылса, о деген дыбыс береді. Сол себепті look, қарау, book, кітап деген дұрыс оқылуы осылай болады екен. Келесі, мына сөздерді оқыңыздаршы. Арғы жақтан хейхт деген сөз, хейхт деп біреулеріңіз оқып тұрсыз ау. Немесе мына сөзді оқыңыз. Мына сөзді. Не біреу хик деп тұр, хик. Негізі мынандай ереже бар екен. J және H әріп қосылып, екеуі қосылған жағдайда дыбыс бермейді екен, яғни zero. Дыбыс бермейді. Мына жерде екеуі қосылғандықтан hate деп оқылады. Оқылмайды. J және H оқылмайды. Мына жерде барлығымыз білетін сөз night. Түн, night. Height болады. Өйткені J және H бізде оқылмайды екен. Келесі. Мына сөзді оқыңыздаршы.
интернационал дейді біреу, иә? Біреу айтып жатыр international деп. Дұрыс, international болады. Себебі сіздер айтпақшы тион да, тион, сион, шын, сиан, иә? Шын деген дыбысты береді екен. Сол себепте international, мына жерде сіз айтпақшы тион деген тұр. International. Келесі, мына сөз оқыңыздаршы. Asian. Дұрыс, өйткені сиан деген айтпақшы шын деген дыбысты береді екен. Және соңғы сөз кәне оқиық. 1, 2, 3. Дұрыс, musician, музыкант. Иә? Жарайсыздар. Келесі ережелерге тоқталайық. Мен жазған сөздерді оқыңыздар, иә? Біреу сеу дейді. Біреу сеу дейді. Дұрыс, сеу болады. Сеу. Өйткені мынандай ереже бар. Е және W қосылса, ю деген дыбыс береді екен. Мысалы, мына бәрімізге таныс сөз ол new, жаңа. Бұл жерде ережеге байланысты new деп оқылады екен. Келесі, мына сөзді оқыңыздаршы. Бұл со деп оқылады. Со, өйткені тағы да ереже бұл жерде N және W бізге O деген дыбыс береді екен. O деген дыбыс береді. Келесі. Caution. Өйткені тағы да ереже бар. Және U деген дыбыс бізге O деген дыбысты береді екен. Сол себепті caution. Қыздаршы. Біреуі хол деп жатыр, біреуі хал деп жатыр. Дұрысы хол болады. Хол, дұрыс. Өйткені мынандай ереже бар. Және 2L қосылып, all деген дыбыс береді. All. Мысалы, all, бар. Tall, ұзын, tall. Hall. Hall деген зал. Немесе, мысалы, Есентай, мол. Сауда үйі, мол. Келесі ережеге тоқталатын болсақ, ол И әрпінің сөздегі алатын орны жайлы. И әрпін кей кезде королева деп атаймыз. Неге королева? Өйткені егер де ол сөздің соңында тұрса, ол сөздің оқылуына өзінің әсерін тигізеді екен. Егер де ол сөздің соңында болса, мысалы, make оқылмайды. Екіншіден, сөздің ішіндегі дауысты дыбысқа әсер етіп, ол алфавитте аты қандай боларын солай оқылады. Make. Make. Егер де бұл әріп сөздің соңында болмаса, ол да әсер етеді. Мысалы, cup. Бұл жерде cup. Неге cup? Біріншіден, И әрпі жоқ. Екіншіден, сөздің ішіндегі дауысты дыбыс, ол А деген дыбыс береді екен. А деген дыбыс. Мына жерде суретке түсіріп алсаңыздар болады. А жабық дыбысты Ә деп оқылады. О деп оқылады. Е деп оқылады. И, Ю. А деп оқылады. Y, И деп оқылады екен. Алфавиттегі Си әрпі бізде екі дыбыс береді екен. Біресе К деп оқылса, кейбір сөздерде Си деп оқылады. Немесе С деп оқылады. Қай кезде К, қай кезде С, соны қарастырайық. Мысалы,
деген дыбыс берсе, sell, с деген дыбыс береді. Егер де алфавиттегі с әрпінен кейін I, Y, I деген әріптер тұрса, онда ол с деп оқылады екен. С. Мысалы, жаңағы cyber, кибернетика. Және ал барлық қалған жағдайда бұл әріп к деген дыбысты береді екен. Мысалы, cat, мысық. Камера, және тағы басқалар. Келесі, бұл әріптер тек қана с әрпіне ғана әсер етпей, сонымен қоса G әріпі. Бұл әріпте екі дыбыс береді. G және G. Егер де бұл әріптеріне G әрпінен кейін жаңағы сиқырлы әріптер I, Y, I деген әріп болса, онда G деген дыбыс береді екен. Ал барлық қалған жағдайда, яғни бұл әріптер болмаса, онда ол G деген дыбыс береді екен. Мысалы, анлапыңыздаршы? Трус, гитар себебі бізде I, Y, I жоқ. Және соңғы сөз трус, G, өйткені G әрпінен кейін I дауысы тұр. Осы ережеге бағынбайтын сөздер әрине кездеседі екен. Ол, мысалы, girl, барлығыңыз білетін сөз, ол girl, қыз. I әріпі тұрғанына қарамастан G деген дыбыс береді. Give, get, begin, tiger, gift, finger. Осы сөздер бұл ережеге бағынбайды екен. Мен сіздерге сөзді айтып тұрам, сіздер оқыңыздар. Ал енді өтілген ережелерді бекітейік. Қазір сіз экрандағы сөздерді дұрыс оқуларыңыз керек. Дұрыс, communication. Down. Ал оқыңыздар. Call. Meal. Generation. Celebration. Dream. Hate. Бүгінгі өткен тақырып сізге пайдалы болды деп сенемін. Ал енді үй жұмысы. Әрбір өткен ережеге, кітаптан болсын, газеттен болсын, 4 сөз табуларыңыз керек. Үй жұмысын астында комментарийға жазыңыздар. Мен міндетті түрде тексеремін. Goodbye everybody.